Өлімнен құтқарған күлше. Ертеде Ибнул Фурат деген уәзір өзінің хатшыларының бірін шақырып алып былай дейді: мен сені әрдайым өлтіргім келетін. Сол ойымды іске асырмақшы болған күні бір түс көремін. Екеуміздің арамызды ылғи да бір күлше нан бөліп тұрады. Сен сол нанды пана тұтып, құтып кете беретін болдың. Түнде тағы түс көрдім. Жендетке сені ұстап әкел деп едім, ол да кедергіге жолықты. Сені жаралап ұстау үшін садақ атып, майза лақтырса да, әлгі күлшемен қорғана бердім. Сүйіртіп, тағы аман құтылдым. Ол күлшенің мәнісі неде, түсіндіші? Сонда хатшы: құрметті уәзір, менің анам кішкентай кезімнен ақ күнде жатарда қасыма бір күлше нан қойып қоятын. Таң атқанда әлгі күлшені менің атымнан садақа қылатын. Ол кісі бұл ісін күнде жасайтын. Анам қайтыс болғаннан кейін күлше нанмен садақа беруді мен де жалғастырдым. Осы уақытқа дейін нан садақа бермеген бірде-бір күнім жоқ, деп сөзін аяқтады. Уәзір бұл сөздерге таң-тамаша болды. Сосын: енді ойымды өзгерттім. Сені жақсы көріп қалдым. Алланың атымен ант етейін, бүгіннен бастап менен еш жамандық көрмейсің, деді. Ибн Кәсир, Әл-Бидая уән Нихая.